Жамбыл Жабаев. Қазақ халқы поэзиясының әйгілі тұлғасы, өлең сөздің дүлдүлі, жырау, жыршы Жамбыл Жабаевтың туғанына 175 жыл толды. Жамбыл Жабаев өлең сөздің даңғылы, заманның заңғар тұлғасы, сөзден інжу маржан терген ақын жырау. Ғасырға жуық ғұмырында тау мен даланы, елі мен жерін жырлады. Поэзия әлеміндегі туған халқының мақтанышы, әлемдік деңгейдегі жыр алыбына айналды. Атақты жазушы Мұхтар Әуезов, Жамбыл ақын ойдың алғыры, өзгеге ұқсамайтын дара әрі епик ақын, әр азаматтық әуеннің ақыны деп бағалаған еді. Ұлы Абайдың замандасы, қазақ ауыз әдебиетінің қайнар көзі болған Жамбыл Жабаев 1846 жылы 28 ақпанда Жамбыл облысындағы Шапырашты руынан шыққан Жабай есімді көшпенді қазақ отбасында Жамбыл тауында дүниеге келген. Қақаған қар аралас соғып боран, ел үрей көк найзалы жау турыған, байғара Жамбыл қанда мен туыппын, Жамбыл деп қойылыпты, атым содан дейді. Әкесі жапа кедей болғанымен, ат үстіне мығым, найзагер кісі екен. Ел ішінің даудамайына бітімгерлік сөз айтқан кездері де болыпты. Шешесі ұлдан, мінезі байсалды, абысын ажын арасында беделді. Орайы келгенде өз жанынан қиыстырып өлең шығара беретін әдемі дауысты әнші екен. Жамбылдың аталары әріректе өнерпаз, сері, палуан, ділмар шешендер шыққан. Жамбыл домбыра ойнауды ерте жасынан үйренеді. Тіпті кейін оны ақын құрдастарының арасынан ерекшелей бастады. Жамбыл атақты ақын Сүйінбайдың шәкірті болды. Ол көп жылдар бойы ұстазымен бірге жүріп, оның айтысын тыңдап, ақындық шеберліктің тәжірибесін үйренді. Ұстазы оған: жақсы сәтте сәттілік сенімен бірге болсын ұлым. Адамдардың жадынан шығып кетпейтін, қуана есте сақтайтын өлеңдер шығар. Сенің өлеңдерің тек санаулы адамдарға емес, бүкіл халық құлақ түрсін. Сенің өлеңдерің кеудеден емес, жүректен шықсын. Шындық туралы айта отырып, әділдікті жырла. Басқалар салып кеткен жолмен емес, айналаңда болып жатқандарға қарап біліп, өз жолыңды тап. Қан қазынасынан гөрі жаның бай болсын, деп батасын берген. Жамбыл Жабаевтың шығармашылығында Сұраншы батыр поэмасы үлкен орын алады. Жамбыл Жабаев шағым, жылқышы, шәбденеге, сәт сайлаларда, өз тепкеде, патша әмірі тарылды, зілді бұйрық, мың бір түн, шахнама, ләйлі мәжін, құйрығлы, өтеген батыр, тағда басқа өлеңдері елдің әлеуметтік саяси өмірін көрсеткен. Жамбылдың шығармашылығы әлемнің ондаған тіліне аударылып, дүние жүзіне тарады. Ленин, еңбек қызыл ту және құрмет белгісі ордендермен марапатталды. Ұлы Жамбылды Мұхтар Әуезов мойындаған, Сейфуллин бас иген, Сәбит Мұханов ардақтаған, Ғабит Мүсірепов еркелеген, Бауыржан Момышұлы бас иген, Мәлік Ғабдуллин құшағын алған. Жамбыл Жабаевты әлемдік әдебиеттің өкілдері де ерекше құрметтеген. Жамбыл Жабаев айтыс өнерінде Құлманбет, Айкүміс, Досмағанбет, Шашубай сынды талай ақыннан оза шапқан. Жамбыл әрбір айтысында елдік рух, ұлттық мүддені жоқтап, тарихи кейіпкерлерді дәріптеу арқылы жастарға отаншылдық сезімге тәрбиелегені, тағылымы да өнегелі қызмет болғанын айтыламыз. Жамбыл 1938 жылдан бастап Қазақ КСР қарулы күштерінің депутаты болды. Өлең жырларымен көптеген елге танылып, артына баға жетпес, асыл мұра қалдырып кеткен жыр алыбы Жамбыл атамыз 1945 жылы 22 маусымда 100 жасқа толуына бірнеше ай қалғанда дүниеден озды.